Ежелгі Қытайдың қандай ғылыми жаңалықтары бүгінгі күнге дейін жетті? Жібек құрты. Жібектің қысқаша тарихы. Жібек өндірісі Қытайда неолит дәуірінде 4000 жылдықта біздің заманымызға дейінгі аралықта пайда болды. Біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдықтың екінші жартысында жібек жолы ашылғанға дейін жібек Қытаймен ғана шектелген еді. Шай өсіру. Қытайда шай дайындау ерекше назар аудартатын өнер. Императорлар мен оның қасындағы тек жоғары сапалы, жапырақты сорттар қайнатылған, ал қарапайым адамдар ұсақ жапырақты шайдан жасалатын сусын ішкен. Қытайда тағы да танымал егін шаруашылығын қоса айтуға болады. Одан бөлек бізде құрылыстың дамуы. Қытай қорғаны. Қытайдағы ежелгі қорғаныс құрылысы. Қытай қорғанының құрылысы Қытай тарихындағы Чунцзю және Чуангоу заманында салына бастады. Ол кезде Хуанхэ алқабында 7 шағын патшалық жеке дара өмір сүрді. Олардың өздерінің солтүстігіндегі ғұн және дунхулар сияқты көшпелі тайпалардан қорғану үшін өз шекараларына қорғаныс қамалдарын тұрғыза бастады. Біздің заманымыздан бұрын 221 жылы тұңғыш император Цин Ши Хуанди өзге алтын патшалықтың басын біріктіріп, біртұтас Қытай империясын құрды. Ол әр патшалық тұрғызған үзік-үзік қорғаныс қамалдарын бір-біріне жалғастыра салдырып, оның ұзындығы 5000 километрге жетті. Ежелгі заманда Қытайда ғылым салалары дамыды. Олар екіге бөлінді. Біріншісі математика, астрономия, математикалық гармоника және нумерология. Екінші медицина, астрология, алхимия, геомантия, ландшафт, тұрғын үйлер, қорымдар орналасуына байланысты және физика туралы білімдер дамыды. Математика ғылым саласы. Ежелгі Қытайда есептеу тақталары болған. Осы құралдардың көмегімен күрделі арифметикалық алгоритмдік есептеулерді сандарды таяқшалармен белгілеу арқылы жүргізетін болған. Бұл өз заманымен салыстырғанда үлкен жетістік болып саналады. Математика ғылым саласындағы елеулі жетістіктердің бірі алғаш рет Қытай деректерінен табылған теріс таңбалы сандар жайындағы мәліметтер. Ежелгі Қытай жұлдызнамасын ерекше атап өтуге болады. Қытайдың дәстүрлі медицинасы. Өте ежелгі емдеу жүйесі, оның біздің эрамызға дейінгі 2500 жылдан бері келе жатқан тарихы бар. Сол кезде жазылған Қытай медицинасының дәрігерлік еңбектері әлі күнге дейін қолданылады және оған көптеген толықтырулар енгізілді. Деректерге сүйенсек, ине шаншу мен күйдіру алғаш рет Непал мен Тибеттегі Будда храмдарында пайда болды. Біздің эрамызға дейінгі 2-ші ғасырда оңтүстік-шығыс Азияда да рефлексотерапиялық әдістермен шұғылданушылар болған. Қазіргі заманғы Вьетнам территориясында беткейлік ине шаншу және фитильді лампадамен күйдіру әдістері жиі қолданылған. Ежелгі Қытай компасы. Ежелгі Қытайда біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда жасалған. Қытай мәдениеті дамыған ежелгі елдердің бірі. Қағаз, папирус пен компастың отаны. Бұлардың барлығы хан патшалығы кезінде жасалған дүниелер. Қытай өнертабыстарының ішінде сейсмограф та бар. Ол 132 жылы Қытай ғалымы Чжан Хэн ойлап тапқан еді. Қытай жібегі. Шығу тегі Қытайда. Жібек өндірісі мен тоқымашылықтың шығу тегі көне және аңызға бұлтты. Өнеркәсіп сөзсіз Қытайда басталды. Онда жергілікті деректерге қарағанда бұл біздің дәуіріміздің 3-ші мыңжылдығының ортасына дейін болған. Ежелгі Қытай қағазы. Қытай қағазы бұл Қытайдан шыққан қағаздың бірнеше түрлерінің атауы бар. Қағаз өте жұқа, берік, біршама қатты және бір жағы жылтырақ. Бамбуктың, тұт ағашының және тағы басқа жас өркенінен дайындалады. Ол үшін бамбук таяқшалары сіңіп, содан кейін ақ пен лайға малынған. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.